Академия арнасы. Құрметті көрермендер, аман саусыздар. Бүгін бізде қонақта тарих ғылымдарының докторы, профессор Мұхтархан аға Оразбай мырза келіп отыр. Бұл кісі біздің Қазақстан ғана белгілі емес, бүкіл әлемге белгілі үлкен ғалым. Ғалым ғана емес, әдебидің бірнеше жанрында шығармашыл тұлға, өзі ақын, өзі проза жазады. Прозаның ішінде сценарий, кино сценарий жазады. Сондай жан-жақты тұлға. Аға, бүгін уақыт тауып біздің студиямызға келгеніңізге қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен мынадан бастайықшы. Осы көрермендерге сіздің мынау жүрген жолыңыз, енді ол ұзақ әңгіме. Жалпы сіз өз Қытайда тудыңыз. Қытайда туып, Түркияда ер жеттім. Қытайда туып, сол Қытайдан ең алғаш кеткен кездегі бір жай кете салған емес, бір сондай бір уақиғамен кеттіңіз. Сол туралы қысқаша бассаңызшы соны. Енді 1980-дерде Қытай ашылды ғой. Ашыла салғанда біз анау архивте қалып қалған тарихи дүниелерді, тарихи ойды ашық айтудың бір кезеңі болды. Сол кезде енді ашылдық қой, бұлардың бәрі жақсы болар, демократияға кетіп бара жатырмыз деген ойменен алғашында оғызнама, абай қара сөздері деген сияқты тарихи дүниелерді баспадан шығаруға күш салды. Ал айқапты еске алайықшы деп алқап дейтін бір журнал шығарды. Осы сияқты ұлттық және ұлтшыл көзқарасты дәріптеген еңбектерім жарық көрді. Соның ішінде жаңағы оғызнаманы үлкен профессорларға қолын қойдырып, алғы сөзін жаздырып, соның алғы бірінші бетіне бір-ақ бет анықтама берді. Сонда түркі ұлты тарихтағы ең ертедегі ұлт, өз тілі, тарихи мәдениеті, өз территориясы болған мемлекет деп жазыппын. Сол сөз кейін өзіме таяқ болып дейді. Сонан кейін 24 сағат ішінде Қытайдан шығып кетуім үшін керек болды. Жасалды. Кетесіз, болмаса аулыңызға қайтасыз, екінің бірін таңдаңыз деді. Сонан шетелге шығып кетуге тура келді. Түркияға барып ер жеттім дедіңіз. Жаңа осы тәуелсіздік алған алғашқы жылдары, тәуелсіздіктен бұрын керек десеңіз, осы түркі елдерінің бірлесуі, түркі мен Қазақстанның ресми қатынасына тікелей қатысыңыз бар, президенттердің келіп кездесуіне тікелей қатысыңыз бар деген әңгіме айтылып жүр осы. Ерден аға айтады. Сол туралы кішкене айтып беріңіз халыққа. Енді 80 жылдардан кейін сол жаңағы саяси баспана тілеп бардым енді Түркияға. Бұл жердің азаматтығын берді, саяси баспана тілеп келгеннен кейін. Ол енді бізбен қандас болғаннан кейін тектеспіз дегенді алға тартып, Селжық университетінде жұмысқа қойды. Сол жерде аспирантураны бітірдім, бұл жердің тілімен айтқанда. Кейін Анкара университетінде докторанды бітірдім. Докторанды бітіргеннен кейін 89-88 жылдары жаңағы халықаралық жағдайларда үлкен өзгеріс болды. Сол туралы Орта Азия және Орта Азия тарихы дейтін мәселе жөнінде конференцияда 20 минуттық Орта Азияның болашағы және Советтер одағының ыдырауы мүмкін деген үлкен бір баяндама жасады. Сол кезде мемлекет басшысы Тұрғыт Өзал ақсақалы сол жерде отыр екен. Сахнадан түскенімде сізді ертең қабылдайтын болды деді. Енген дейтін жігіт, ол кісінің көмекшісі. Соны ертеңінде бардым, 10 минутқа қабылдайтын адам 2 сағат әңгімелесті. Деді, мен сізді жоғарғы университеттердің заң бойынша 38 тармағы бойынша сізді кеңесшілікке тағайындайын. Сіз одан кейін біздің жанымызда мемлекеттік
өкіметтің жұмыстары менен Орта Азия жөніндегі кеңесшім боласыз деді. Сол күннен бастап кеңесші болдым. Қысқасы, егемендіктің жариялануын 6 ай күтіп, ең соңында түннің ортасында осы жерде жарияланды, 16 күні. Бізге түннің ортасында жетті хабар. Соны түннің ортасында Turgut Özal'дың өзіне хабарлады. Осы жаңа ғана қабылданған екен. Ол кісінің айтқаны, түн бола ма, күн бола ма, сол сағатта маған жеткізіңіз деді. Сол бойынша таң атқанша 100-деген елдегі консул менен елшіліктеріне осы елді дереу қабылдауын талап етіңіздер деп нота жібердік. Таң атқанша бүкіл жұмыстар істеліп болды. Бірінші рет Қазақстан таныған Түркия болды. Сол кісілермен бірге 150 адамдық делегациямен бірге бір апта осы 5 мемлекетті аралап, алғашқы елшілерін бірден сайлап осы орналастырып кеттік. Мен ең алғашқы егемендік кезінде істеген жұмыстарым. Сол үшін ерден айтады ғой, Turgut Özal'ды ертіп келген мына Мұхтар хан деп маған қалжыңдай береді. Үнемі айтады. Өйткені біз келгенде Қазақстанның сол кездегі Сұлтан Ғазим бар, академиктер, академияның бүкіл басшылары, Қазақстанның бүкіл басшылары бізді тік тұрып қарсы алды. Сондықтан оның ішінде ерден де жүрді. Ерден тіл комитеті, тіл институтында еді ол кезде. Ал енді мынау Қазақстанға келіп қызмет еттіңіз біраз жыл, біраз университеттерде жұмыс істедіңіз, тарихтан сабақ бердіңіз. Бірлескен ұлттар ұйымында әлем мәдениетінің алуандылығы деген сондай ұйымдасыз ба, қазір қайдасыз? Енді алғашқы сол 97-98 жылдары Turgut Özal'дың қайтыс болғаннан кейін ол жердегі өкімет өзгерді. Сонан кейін біз ол жаңа кеңесшіліктен босатылдық. Сонан кейін осы мемлекеттің шақыруымен Қазақстанға келді. Қазақстан азаматтығын берді. Сонан кейін Казгуде атақты тарихшылар бар, әдебиетшілер бар, академиктер бар, солармен бірге сабақ беріп сол жерде жұмыс істедім. 10 жылда. Ішінде Тұрсынбек Әкішев бар, Зейнолла Қабдылов бар, енді көптеген мықты. Казгудың өзінде жұмыс істедім. Казгудың өзінде жұмыс істедім. Шығыс тану факультеттерін құрып бердік. Ол кезде біздің профессорлардың біразы шығыстану факультетінде жұмыс істеді. Дербісәлі, сол сияқты жігіттер декан болып, соның көмекшісі болып біздер шығыстану факультетін құрып бердік. Шығыстануға сол кезде жаңадан келіп жатқан біраз жігіттер біздің қол астымызда болды. Дұрыс, қазіргі жұмысыңыз? 2012 жылға шейін сонда жұмыс істедім. Біраз кітаптарым шықты, тарих жөнінде, әдебиет тарих жөнінде, және басқа да көптеген ғылыми салаларда кітаптарымыз жарық көрді. Онан кейінгі кезде 2012 жылы менің бір Евразия және қазақ тарихы дейтін көлемді еңбегім басылды. Бұл 2 томдық. 1200 беттен тұрады, 2 томы. Осыны Қазақстанда жарияласам деген едім, оған көп адамдар дұрыс көзқараста болмады. Өйткені менің көзқарасым советтік дәуірдегі зерттеу принциптеріне біраз сай келмеді. Ол кездегі жігіттердің көбі сол тоннан шыққаннан кейін сол тонды айта беру керек болды. Мен айттым, жоқ, бұлай болмайды, бұл біздің қазақтың мәдениеті мен тарихына байланысты дүниелер. Олардың көбін Россия кезінде, Қызыл империя кезінде түгелімен жоққа шығарған. Біз оны қайтадан қалпына келтіруге тиіспіз дейтін көзқараспен жазылғандықтан олар біраз қабылдамады. Сонан кейін оны кейін Гонконгта Қытай тілінде шығарды. Бұны сол кездегі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы болып отырған Пан Ги Мун дейтін ақсақал болды. Корей елінен шыққан, өзі Қытай танушы, өзі бүкіл 8 жыл бойы Біріккен ұлттар ұйымын басқарып отырды. Сол кісінің соңғы жылдарына осы кітап барғаннан кейін, онда біз мына ЮНЕСКО бүкіл мына жығылып жатқан бейіттерменен салынып кеткен ғимараттарды тіркейді. Бұл өте жақсы дүние. Көп жылдан бері ЮНЕСКО осындай нәрселер тіркеп, мемлекет бүкіл әлемде бұның
тізімін жасап шықты. Енді біз мынау мәдениеттің алуандығын ортаға қоюымыз керек. Тек қана мәдениет Европада болған жоқ. Біздің басқа құрлықтарда, мысалы Африкада, мысалы Азияда және басқа тынық мұхит елдерінің барлығында мәдениет болған. Сондықтан бүкіл әлем әртүрлі мәдениеттен құралады. Осыны зерттейтін бір ұйым құрамыз деп, сол 14 жылдан бастап құрылды бұл. 17 жылда ресми бірінші сессиясы өтті. 19 жылға дейін осы сессия жалғасып жұмыс істеді. Бұған дүние жүзінен 10 мың адамнан мамандар таңдалып алынды. 105 адам таңдалып сол ұйымға кірді. Сол 105 адамның ішіне Қазақтан мен таңдалған екен. Пан Ги Мунның жаңағы кітапты оқуым арқасында. Иә. Сол күннен бастап жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ 19 жылы мынау пандемия басталып кетті де, тоқтап қалды. Оның жиналысы келер жылы Нью-Йоркта қайтадан басталмақшы. Ал жақындағы бір жаңалығымды айтып өтейін. Бұған президент отырған 20-ға жуық үлкен ақсақалдар, жаңағы Пан Ги Мун өзі бастайды. Онан кейін көптеген Америка ғалымдары, Европа ғалымдары, онан кейін шығыстанушы ғалымдар. Негізінен осы кісілер шешімді осы кісілер жасайды. Мен осы соңғы бір жыл ішінде, 23 жылы арнаулы түрде түркі әлемінің мәдениеті барлығын, оның мәдениеттерінің ерекшелігі 5 ірі мәдениет екенін ортаға қойды. Оның тарихы да 500 жылдың ар жақ бер жағындағы тарих екенін. Мысалы, ең алғашқы от мәдениеті, ең алғашқы ет мәдениеті, ең алғашқы үй мәдениеті, ең алғашқы ат мәдениеті, ең алғашқы арба мәдениет дейтін 5 ірі мәдениетті ортаға қойды. Бұлардың әрбіреуіне талдау жасап, бүгінгі бұлардың жұрнағы бар ма, жоқ мәселесін. Егер сақталып қалған болса, қай жерлерде кімдер қалай сақтап отыр? Қазақ даласы осы мәдениеттерді бүгінгі жалғап келген екен. Айталық, ет ең алғашқы адамзаттың қорек ретінде қолданған бірден бір мәдениеті. Оны ең алғаш Европа ғалымдарда біздің Ботайда ат мәдениеті болған. Ботайда қазіргі жабайы жылқыларды алғаш қолға үйреткен орталық осы жер дегенді 4500 жылдың алдында осы құрылған, осы жерде болған дегенді Америка ғалымдары түгел дәлелдеді. Бұл мойындалды. Бұл мойындалғандықтан біз айтып отырған жаңағы ет мәдениеті осы ат мәдениетімен тіке байланысты. Ал оны пісіріп жеу үшін от мәдениетін өмірге әкелдік. Ал оны үңгірде емес, үлкен жайлауларда жеу үшін біздің кигіз үй мәдениеті. Бұл негізінен анау басқа бізбен бірге өмірге келген басқа ұлттардың әлі үңгірден шыға алмаған кезінде біз бұны үй мәдениеті ретінде үлкен далаларға алып шыққанымыз. Сонан кейінгі мәдениетте жаңағы арба мәдениетін, үйді тасу үшін, жаңағы от алып жүру үшін, бір жерден бір жерге жайлау мәдениетін жалғастыру үшін арбаны ойлап тапқан. Транспорт, көлік үшін. Ең алғашқы арба мәдениет бізде туғандығын, оның да жаңағы атпен бірге туғандығын, 4500 жылдың ар жақ бер жағында өмірге келгендігін дәлелдедік. Европаның бұл мәдениетті бізден көшіріп алғандығы, өйткені оларда ондай жартас суреттері жоқ. Бізде бүкіл жартасымызда арба мәдениетінің суреттері тұр. Сіз анау шығыстағы 10 мың километр тұрған мынау Тәңіртаулар дейміз ғой. Содан тартыңыз, батысқа кетіп жатқан бұл таулардың барлығында осы суреттер сақталған. Тек қана Қазақ даласының өңірінде сақталып отыр. Алтайда, мына Тәңіртауларында, оңтүстікте мына Қаратауларда түгел осындай мәдениеттер сақталғандығын дәлелдедік. Осы арқылы келесі жылғы 24 жылғы үлкен симпозиум Нью-Йоркта өтетін болды. Мәдениеттерді біз ортаға қойғаннан кейін алғашында Парижде немесе Лондонда осы 25 жылғы симпозиум сол жерде өткізсек деген әңгіме болған.
осы бір жұманың алдында маған атқарушы президентіміз маған звондап, Мұхтархан, сенің жобаң өтті. Келер жылы сіз 10-15 адамменен мына құрылтайға келіңіз, Нью-Йорктағы. Құрылтайын Нью-Йоркта өткізе бермейік, Америкада. Біз Лондон мен Парижде өткіземіз бе деп ойлағанбыз. Жақында сіздің берген мына мәліметтеріңізге негізделіп, Стамбулда өткізетін болдық. Соған 10-15 үлкен бір делегациямен келіп, мына Нью-Йорктағы байрақты Стамбулға алып кетіңіздер. Сіздерге тапсыратын болдық деді. Үлкен бір жаңалық. Үлкен жаңалық. Иә, бұған енді біздің мәдениетімізбен, тілімізбен және басқа тарихымызбен шұғылданатын азаматтардың бір жерге келіп, Бірлескен ұлттар ұйымының күркесі астында осы ғылымды ары қарай ЮНЕСКО сияқты дамытатындығына сенеміз. Бұл енді өте үлкен ірі жиын болады екен, және бұл жаңағы сіз айтқан мәдениеттердің бәрінің мойындала бастауы ғой. Әлем, оны өзіміз білеміз ғой, бірақ бүкіл әлем біз дамып кеттік деген Европа, олардың ғылымдары кейін пайда болған, оның көне екенін енді басқа ғалымдардың бәрі мойындай бастаған болып тұрады ғой, мойындалады ғой бұл жерде. Енді ол кезінде Европа центризм дейтін бір болды ғой, әңгіме соңғы 100 жылда жүрді. Европадан басқа жерде мәдениет болмаған. Біз мәдениеттің иесі біз едік дейтін алып қашпа бір әңгімелер болды. Ол енді бүкіл әлемдік жұртшылықтың әлі ояна алмаған, санасының жете алмаған кезіндегі айтылған әңгіме. Ал қазір бүкіл дүние жүзінде ғалымдар жетісті. Мысалы, прото-қытай тіліменен, прото-санскрит тіліменен, үндістанның тіліменен, мына ескі фарсы тіліменен жұмыс істейтін жігіттер өмірге келді. Бұлар тіке түп нұсқадан оқып, мәдениеттің сол жерде пайда болғанын дәлелдеп отыр. Сондықтан бұлардың мәдениетінің, айтып отырған мәдениетінің ең арғы кетсе 2000 жылдан аспай қалғанын өздеріне мойындатты. Сондықтан біздің мәдениетіміздің жаңадан мойындалуы, оған дәлелдердің көбірек табылуы себеп болып отыр. Мысалы, бізді танытып отырған сол жаңағы 3000 жылдың алдартында Европада мәдениет енді басталған кезде бізде мынау алтыннан киім тігіп киіп ат үстінде үлкен мәдениет жасағанын қазіргі Берел, Есік қорғаны, мына Боралдай қорғандары дәлелдеп отыр. Бұның нақты дәлелі шыққаннан кейін ешкім дау айтуына келмей қалды. Аға, жаңа біздің ғалымдар, мысалы біздің кеңес кезіндегі ғалымдар ол кеңестің шекпенінен шықпай зерттеді ғой. Қазір мынау тәуелсіздік болғалы, ашылғалы, және өздеріңіз сияқты мына шетте қалыптасқан мектебі бөлек ғалымдардың келуімен біздің қазақ ғылымы, түркология өте керемет дамыды. Сіз өзіңіз мына жерде 3 тілде қатар жазатын ғалым деп жазылған екен. Жалпы қанша тіл білесіз? Енді 3 тілді негізінен жыр жазатын деңгейде. Жыр жазатын деңгейде. Қазақ, Қытай, түрік тілдерінде жыр жазамын. Жыр жазасыз. Енді ғылыми еңбектер ол көп осы неменемен жазылып жатыр. Ал басқа тілдер бүкіл Орхон Енисей жазулары және ғұн дәуірінің жазуларын зерттедім. Содан бергі бүкіл Оғыз және Қыпшақ тілдерінде сөйлейтін бүкіл елдердің жазбаша мәдениетін түгел білесіз. Сөйлеп, жазып, оқып біледі. Оның үстінде мынау Қытайдың өзі 3 деңгей дедіңіз ғой. 3 деңгей ме? Жаңа ескі Қытай тілі, қазіргі Қытай тілі, ортасындағы соларды айтып бер. Солардың бәрін білесіз бе? Бұларды білетін өзі Қытайда да санаулы адам бар. Қытайдың өздерінде, прото-Қытай тілі ол ескі өте 2000 жылдың алдартындағы жазулар. Сонан кейін 1000 жылдың алдартындағы орта ғасырлық жазулар бар. Ал 1900 жылдардан кейін осы заман Қытай тілі дейтін өмірге 3 дәуірге бөлінеді. Бұлар негізінен қазіргі біздің үлкен мықты ғалымдарымыз деп жүргендің көбі сол жаңағы орта ғасырлық жазбаларға бара алады, арғы протоға барып жүргендер өте аз. Өйткені ол енді біздің Орхон Енисей, жаңағы ғұн дәуіріндегі жазулар сияқты біраз ерте. Ал енді классик жаңағы орта ғасырлық жазулар
біздің Шағатай және Османы сияқты дәуірлерімізбен ұқсайды, бірақ оны да ғалым болмаса оқи алмайды, қазір білесіздер. Шағатай тілінде, Осман тілінде. Сол сияқты оларға біртіндеп барады. Ал қазіргі заман тілі біздің қазір 5 елде жүріп жатқан түркі тілдері сияқты әр мемлекетінде 100 жылдан алды-артында дамыған тілдер. Бірақ таза ғылыми дерек ар жағында ғой. Солай ма? Арғы екеуінде тұр. Біздің мысалы кейін кезде осы тәуелсіздік алған кезде бергі Қытай тілін өзі шала білетін ғалымдар бар, көшіріп әкеп жүрген сол бер жақтағы ғой. Ал таза ғылым ар жағында жатыр ғой. Таза олардың әкеп жүргендері белгілі, мынау Шығыстану, анау мынау дейтін жерлер көрдім әкеп жүргендерін. Ол мынау 80-ші жылдарда басылған, жарық көрген Қытай компартиясының еміздікке толтырып қойған сүттері. Соны қарай еміп отырғаны, оны орыстан қалып, енді екінші Қытайдың еміздігінен еміп отырған дүние, оны ары қарай енді беттеріне басып айттың керегі жоқ. Әлі де зерттеуге тура келеді. Мен енді бір жақсы хабарды айтайын. Таяуда телевизионда анау Жошының спектаклі жүріп жатты. Соған біздің көзқарақты қазіргі мемлекет басшымыз Тоқаев өзі келіп премьерасын қатынасып сөз сөйледі. Сонда маған бір жағып қалған бір ауыз сөзі болды. Мынау Жошы 1000 жылдық кезінде жасаған атақты батырларымыз екенін дәлелденді. Ал біздің ғалымдар кешегі Советтер одағы сияқты қысқа бір дәуірдегі қазақ тарихы емес, 3000 жылдан бері бізде мемлекет құрған тарихымызды дәлелдеп отыр деген бір ауыз сөз айтты. Осының өзі бізге жетеді. Міне осы 3000 жылдық тарихымызды ортаға шығарсақ, біз қазақ мәдениеті, қазақ мемлекеті, қазақ елі ретінде тұтас әлемге таныла береміз. Өйткені бізде нақты деректер тұр. Өте тамаша. Біз енді тарих деген өте үлкен нәрсе ғой. Біздің тарихымыз кеңес евроцентризмге түсіп алып 70 жыл осындай тарихтан там-тұм болып қалдық. Қазір осындай нәрселердің барлығы бізге керек. Соның өзінде кеңес дәуірінде тәрбиеленген ғалымдарымыз тіпті Алаштың өзін, жоққа шығарып қимай, олар мемлекет болған жоқ ол кезде. Олар автономия деңгейіне жеткен жоқ. Олар сол ақтардың шылауында жүрді деген сияқтыларды айтады. Бірақ енді қарап отырсаң, ол жердегінен тани аламыз ғой, олардың айтқан сөздері мен бергі коммунистердің айтқан сөздері екеуінің сипаты, түрі басқа тіпті. Аналарда әр қазақ менің жалғызым деген тұр. Нақты әңгіме бар, иә. Ал ол жөнінде айтылатын сөз өте көп. Мысалы, бізде соңғы 300 жылда орыстар арнаулы организациялық топ құрған. Оларға арнаулы шығыстану, немесе Орта Азия географиясын зерттеу деген сияқты көптеген аттарменен біздің даламызды зерттеген. Алғашында бұлар бізден кім екенімізді білгісі келді. Бізді кім екенімізді білгеннен кейін бұны жоққа шығаруға тура келді. Мен сізге айтайын, мына Советтер одағының кезінде академиялық деңгейде мынандай бір үлкен тұжырым жасаған. Олардың концепциясында былай дейді: сақтар ғұндармен ешқандай байланысы жоқ. Ғұндардың түрік тектестермен ешқандай байланысы жоқ. Түрік тектестер қазақтармен ешқандай байланыс жоқ дейтін ең сорақы бір концепция жасап шыққан. Осы арқылы қазақтарды 18 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында далада көшіп қонып жабайы болып кеткен кезінде біз жинап алып адам еттік. Сондықтан біз олардың құтқарушысымыз дегенді желеу етіп шығады. Міне сондықтан біздің бүгінгі дейінгі қазақ тарихында 100 беттен аспайтын тарих жазып беріп отыр. Ал арғыларды айтсаң айтады, жоқ, олар сендермен ешқандай қатысы жоқ дейді. Ал қарап отырсаңыз, жақында менің бір кітабым шықты, қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар дейтін. Соның ішінде сақ кезіндегі сөздерді бердім мен. Кімдердің қандай атаулармен қай жерде өмір сүрген. Сонда қарап отырсаңыз түгел қазақша. Ал ғұндар кезінде көптеген атаулар мен тілдер түгел қазақша. Сонда бұл бір-бірімен байланыспайды деп отырған орыстардың сөздің қаншалықты жалған екенін көруге болады. Ал енді Алаш жөнінде де айтуға болады. Алаш қан төгіп отырып автономиясын құрды, өзінің
Алаш автономиясы жасасын дейтін жасыл байрағын көтерді. Сол арқылы сол кездегі Ақпатшаның құлауы, Қызылдардың келуі дейтін өл арада әскери бірлік жасай алмағандығынан, экономикалық базарын құра алмағандығынан саяси тұғырдың жығылып кетуі ғана. Болмаса 1905-тен 1920-ға дейін 15 жыл ішінде осы алаш қозғалыс өзінің тұтас қазақ даласында өмірін үлкен бір ұлттық көзқарас, ұлтшылдық көзқарас ретінде өмір өткізді. Ал әрбір қазаққа өзінің ойын қанына құйып кетті. Иә, бірақ алашта әрекет болмаған жоқ болды ғой. Мысалы, Жапониямен Шәуешекке бару дегендердің бәрі жаңағы экономикалық, әскери жағынан күшеюге әрекет жасап бақты ғой. Жасап бақты. Мысалы, жаңағы Торғайда Міржақыптың құрған әскери бөлімі, Шығыста Нұғман болысқа 1000 адамдық әскери жасақ құрдыруы, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулат, және басқа осындай 5 қайраткердің Шәуешекке барып 3 ай жатуы, о жерде жапон жігіттерімен кездесіп, болашақта не істейтіндігін ортаға қойып талқылауы, ол тарихта қалған шындық. Ол жөнінде мен бір Алаш туасында Нұғман болыс дейтін бір кітабында осы мәселені ортаға қойып отырмын. Жаңа концепцияңыз өте күшті екен. Мысалы, бұлар ағарту жағынан, білім жағынан, идея жағынан, оны қағазға түсіру жағынан, сосын кейін білімге шақыру, ол білімді сіңіру жағынан бәрінен болды да, тек әскери экономика жағы ғана жетіспей қалды, мемлекет құрып кетуге. Құруын құрдық, жарияладық автономияға. Ұстап тұруға. Бірақ ұстап тұруға жаңағы екі күштің болмауы. Саяси үш немене ғой, тұғыр ғой әсілі. Саяси, экономика және әскери тұғыр болу керек. Мемлекет болу үшін. Бұл тұғырдың екеуі жоқ болды бізде. Алаш саяси жағынан күшейді. Ағартушылық, мәдениет және басқа жақтарын алып барды. Бірақ жаңағы екеуінің осал болуы, Қызылдардың 1920 жылдары Қазақстанға келуі, сонан кейін 23 жыл Қазақстанда билікке келуі, оларды түбегейлі жойып жіберді. Алдыңғысын көптеген қылмыстармен, кейінгісін бұлтшыл деген жаламенен қырғындады. Мысалы, ол бір үлкен геноцид деп айтуымызға болады. Дұрыс ағайын, тарихты айта берсе көп, сіз енді сонау ерте 5000 жыл бұрынғы тарихтан бастап бүгінге дейін қарап жүрсіз. Өзі тарихшылар белгілі бір дәуірді алып зерттейді. Сізде сонда тарихтың дерек көздің көптігіне байланысты сол көне тарихты да, орта ғасырды да, бергі алашқа дейін барлық тарихқа өзіңіздің көзқарасыңыз бар, сол туралы жазған еңбектеріңіз бар ғой, оның бәрі ғылыми еңбектер ма, жоқ мына жерде сценарий түрінде көркем әдеби еңбектер ма? Оны жаңа баяндадым ғой, Пан Ги Мунның көрген еңбегі, ол ғылыми еңбектер. Ғылыми еңбек. Онда сонау жаңағы ертедегі қола дәуірінен бес мәдениеттің ол енді мойындалып тұрған. Мойындалып, сол кездегі мәдениеттен 1990 жылға дейінгі тарих ол қамтылды. Алтын Орда кезімізде, Қазақ хандығы кезіндегі, кейінгі Алаш Орда кезіндегі бүкіл нәрсе 1990 жылға шейін қамтылды. Аға, мен сізді бір мынау Ленин өзі 54 жыл өмір сүрді, 55 том кітап жазды. Сондай жазғыш, оның кейін миын зерттеп сөйтті. Бұл адам ба өзі қалай деп. Менің бір таңғалатыным, сізде 120 кітабы бар, 500-ден аса мақаласы бар, 3 тілде жыр жазады, Қытай тілінің өзінде 30-ға жуық мақаласы бар дейді. Сіз осы мынау кітап жазу, ғылыми жұмыс жазу деген өте қиын. Мысалы, былтыр бір үлкен кітаптардың тұсауын кесіп кеттіңіз. Осы келгенде де үлкен бір кітапты тұсауын кесейін деп отырсыз. Барлығы тарихқа байланысты. Тек қана шығармашылық, жаңағы, ол да бар ғой, жаңағы тарихи эпопеялық сценарийлер бар осы салаларда.
осының бәріне қалай уақыт жетеді, қандай дерек, қалай күнде жазасыз ба, күнде жазасыз ба, или ана жақтан сыбырлап тұра ма сізге, бұл қалай? Өзі енді көбі солай сұрайды. Жақында Ашқар Жұмәліді дейтін бір досым бар. Иә. Менен 2 ай үлкен. Сонын жаңағы 30-дай кітабымды бір мөлшекке салып апарам ғой. Соны көтеріп көріп айтады, мынауың өзі 1 жарым тонна ғой дейді. Сен осынша кітапты қайда жазасың? Мен қалжыңдап сонан айтам ғой, Асеке-ау деймін. Сен 1-2 қосып отырған кезде мен мыналар жазып отырам ғой, сіздің есеп шыққанша менің де кітабым шығып болады деп қалжыңдаймын. Сол сияқты енді ғылымға ден қойған адам ол біріне бір жалғасты ғылым деген. Мысалы, бірін-бірі тудырады. Бірін-бірі тудырып отырады. Мысалы, сол дәуірді зерттеп отырсаң, оның саяси, экономикалық жағын зерттеп отырсаң, әлеуметтік жағын қоса зерттейсің. Енді жазудың өнімділігі дейтін, қазір қайратқа байланысты. Мен бір мысал айтайын. Менің жасырақ кезімде, бала кезімде бізге туыс болып келетін Қажығұмар Шабданұлы дейтін бір үлкен классик жазушы болды қазақта. Ол 40 жыл Қытайдың түрмесіне қамалды сол жазушылығымен. 6 томдық қылмыс дейтін кітабы қалды. Сол жерде жазып отыр. Сол түрмеде жазып отыр. Түрмеде жазды. Сонда Қажеке-ау деймін. Бізге жезді болып келеді. Сонан кейін қалжыңдап сұраймын ғой, Қажеке мынаны қай жақта жаздыңыз десем, ай Мұхтархан дейді, бұл түрмедегі ұзақ жататын жер екен. 20 жылға сотталып барып жатқаннан кейін анау шай қағаздың үстінде қарындашпен, ол кезде бізде электрик болмайды, майшамда болмайды, анау ай жарығы толып тұрған кезде соны 15 күн ойымдағына сол қағазға түсіріп болам. Осындай неменемен міне 20 жылда жазылып болды бұл кітап деп. Маған бір сырын айтты. Сол сыры мәңгі ойымда қалды. Мен осындай қолымда компьютер тұрса, бүкіл жерде электрик жарығы тұрса, бүкіл уақыт маған тегін беріліп тұрса, мен неге жазбасқа дейтін бір анандай іштегі жігер қайрайды. Сол үшін көп уақытымды жібермеймін. Тек тамаққа, ұйқыға болмаса, көп уақытым самолетте болсын, бір жерде бос отырғанда болсын, осылардың бәрін түгел түртіп қағазға жинап отырамын. Ал жиналып келген нәрсені бір кітап ретінде ұсынып отырамын. Мысалы, тарих жөнінде жазатын кітаптарым, тақырыптарын түгел жасап алғаннан кейін, сол немелерді жаңағыдай бос уақыттарда түгел жинаймын. Сонан кейін оның түптегі толған кезінде бір кітап қылып беремін. Ал қолымнан ештеме келмей отырған кезде жырмен жаңағы өз ойымнан шығатын творчестволық дүниелерге беремін. Мысалы, жыр жазамын, жаңа сценариялар жазамын, әңгімелер жазамын. Соның өзінде халыққа жететінен, оның ішінде босқа жазып отырған көп дүние жоқ, бәрінде ой бар. Соларды жинап, жаңағыдай 120 кітап болып кететіні сол. Жылына бір 5-10 кітаптан шығарып отырдым. Қазақстан 20 жылдығына 20 кітап бергенде жаңа жігіттердің өзі біразы таңырқашты. Бәрі оқып көрді, түгел кітапханада қалды. Сондықтан оқырмандарға рахмет, мен оқып біліп жүрген. Енді келешек ұрпақ өзі танып, екшеп біледі ғой, кімнің кім екенін, қай кезде қалай өмір сүрген. Сол кезде оларға да бір жинақ ретінде, еңбек ретінде кездесіп жатса, еңбегінің еш кетпеген деп білемін. Әрине еңбегіңіздің еш кетпеген. Мынау 5 мәдениетті ол тек қазақ емес, қазақтың тарихы ғой енді. Жалпы түркіге арналған мәдениет, жалпы шығысқа арналған мәдениет, осының бәрі үлкен, әлі жалғасады, әлі жазылады. Ол көне тарих. Сіз мынау бергі біз сияқты анау көне тарихқа бара алмайтын бергі тұрғанына Алаштың өзіне біздің қазіргі қызығушылығы өте көп, халықтың өте жоғары. Өткенде бір кино болды, Міржақыпқа арналған. Кәдімгідей халықтың бәрі барып көрді. Соншама қазақ киносы көрілмейді деп еді, көріледі екен, оған тақырып керек екен, дұрыс кино көрілетін кино түсірілу керек екен. Сол сияқты сіз Алаш тақырыбына да жазған еңбектеріңіз бар. Ол ғылыми ма, жоқ көркем шығарма ма? Жаңа болыс туралы айттыңыз ғой, бұл енді жаңағы соңғы дәуірде жастарымыз оянып келеді. Әсіресе ұлттық сана сезімді ояту жөніндегі шығармаларды
қалың жастарымыз талап етіп отыр, оны ашық айту керек. Мысалы, қазақ тарихы, қазақтың әсіресе өзінің қысқа бергі тарихының қалай өткенін білгісі келетін жастарымыз көп. Мысалы, біз айтамыз, геноцид болды, қырғын болды дейміз, оны жазған ешкім жоқ. Сондықтан мен жастардың талабына негізделіп бір 3 эпопеялық шығармаға қалам тербедім. Оның біреуі мынау Қабанбайдың атасы Қантоғас дейтін сценарий. Ол 6 бөлімнен тұрады. Ол енді 1600 жылдардан жоңғардың алғашқы біздің даламызға қалай шапқыншылық жасау, неге шапқыншылық жасады деген мәселені түсіндіреді. Өте керемет. Ал онан кейін жаңағы 1900 жылдан 1930 жылға дейінгі аралықтағы Алаш автономиясы құрылған, Алаш орданың құрылуы, Алаш ордашыл жігіттердің бүкіл қазақ даласында өмірге келуін суреттейтін жаңағы дипломатиялық байланыспен Қытайға шейін Ахаңның, Ахмет Байтұрсын мен Міржақыптың өз тікелей жігіттерді бастап баруының түгел дерегін осы Алаштың астында Нұғман болыс дейтін бір сценарийде бердім. Бұл да 6 бөлімнен тұрады. Ал енді үшіншісі жаңағы Қантоғастың ұлы Қабанбайдың алдында Шорғас соғысында қайтыс болған Қасай батыр деген болған. 50 мың атты әскермен 10 жыл бойы жоңғарларды қазақ даласына кіргізбеген атақты батыр. Осы сияқты батырларды тудыру арқылы өз ұрпағымызды тәрбиелеу. Кешегі айтып отырған жалған тарихты жою. Сол үшін бұдан тарихи дерек ретінде беріледі, бірақ сценарий ретінде тез қабылдану үшін сценариясын жазып қойсаң, тез арада жастарға жетеді. Өте дұрыс, өте дұрыс. Көпшілікті қамту үшін жасалып отырған дүние. Мысалы, Алашта, жоңғарда ол ғылыми еңбек ретінде зерттеліп көп айтылып отыр. Бірақ оны жаңағы кинодан көріп отырмын да. 2 сағаттың ішінде 2 сағаттың ішінде халық кім тұлғаны біліп шығады. Ойында жүреді. Бұл өте дұрыс, екеуі де керемет тақырып. Жоңғар шапқыншылығы да отан соғысымыз ғой енді біздің. Одан кейін біздің мемлекет болуға нағыз күш салған жігіттер, Алаштың арыстандары, солар туралы халық білу керек. Өйткені бұның бәрі біздің совет идеологиямен әлі келе жатырмыз. Бұл мектептің өзінде жоқ. Болмай отыр, әлі сол көзқарастан арылмадық қой. Әдейі соны жібермей отыр ма, жастар оянып кетеді деп. Әйтпесе 1000 сағат әдебиеттен оқытылады, 1000 сағат тарих оқытылады, 1-ші сыныптан бастап өмір. Бірақ солар бітіріп шыққан кезде Алаш кім десең, Байтұрсын кім десең білмей шығады. Сондықтан біз программаны өзгертуіміз керек. Олар сондықтан осындай киносценарийлер, шығармашылық тұлға адамдардың өздеріңіз сияқты жазғаны өте керек. Ғалым, ол ерінбеген ғалым болады. Ол деректі қазады, көреді, салыстырады. Бірақ қандай ғалым болатынын айтады ғой. Бірақ мынау шығармашылық тұлғаға асыл сөз тудыруды Алла тағала ана кісі береді ғой, Құдай береді. Байтұрсынов айтады, асыл сөз тудыратын адам, ол жаңағы асыл сөз тудырам деп дандайсып кетпеу керек дейді. Ол ана дерекке сүйеніп, жаңағы сіз тарихшы ретінде мына кино сценарийлердің барлығында ар жағында деректер, шыншылдық тұрса, бұл ертең ешкім ештеме дей алмайды. Ол үшін өте рахмет. Біздің Қазақстан сізге, қазақтың білім ғылым министрлігі сізге қос-қосты медаль тағып, осыны мынау грант арқылы ақша бөлініп істейтін жұмыстарды тегін істеп, мына жаққа кеп, өз ақшаңызға кітабын шығарып жайып атқан сіздей патриот адам жасай берсін деп айтамын. Рахмет. Енді оны айта кетейін дегенім, кейде мына адам баласы болғасын бәріміз бойымызда бір қызған жақтық деген бір неме бар. Мен соны жазып жүргенімде қызғанатын жігіттер де аз емес шығар. Енді оларға мен айтамын, сізге алдымен өзіңізге туысыңызға бір бет қатты дұрыстап жазып алыңыз, сол шығарманы былай қой деймін. Сонан кейін барып менің шығармама сөз айтуға құқылы боласыз. Болмаса өзіңізді оңай алмай жүріп, басқа біреуге сөз айтудың керегі жоқ. Алдымен шыққан дүниені бір оқып көр деймін ғой. Сондай бір
сіздің баяғы бір ана Елбай ақын туралы бір не жаздыңыз ғой? Иә. Оны да ертеңгі ұрпаққа тастап кеттік. 5 томнан кейін. Соған өре түрегелді ғой. Мысалы, оны ана жазып отырған сөзін аудара алмайды. Ол өзі 9000 жыр аударған адам, сен оны 900 жырын аудара алмайсың. Әйтпесе соңғы 100 жылда оны оқымаған емес, оқыған жігіттер болды ғой. 900 жырын аударып қазаққа жеткізе алған жоқ. Енді мұқа қараңыз, оны кейін жеткеннен кейін жаздым оның бәрін. Мына қараңыз, енді Қытай деген жаңағы өзінің тілінің өзінің 3 деңгейі бар екен. Ол көне біздің сақ пен ғұммен бірге жасасып келе жатқан екеуі өмір бойы ата жау осы уақытқа дейін келе жатыр ғой. Сол кезде бергі Шыңғыс ханның өзінің балалары сол жаққа сіңіп кеткен жоқ па? Астанасын сол жерден бір астанасын оның ар жағында неге мына түрік даласынан барып үйсіндерге, сақтарға қыздарын беріп Қытай дос болам деп. Сол сияқты арлас құрлас болған ондай ақынның болуы және ол қытайша жазылу, бірақ мына тұлғасы бәрі поэзиясынан даланың иісі аңқып тұруына қандай логикалық қайшылық болу мүмкін? Оның үстіне сіз оны немен бүйтіп дәлелдеп отырсыз ғой? Жоқ, мен қолымнан ештеңе қосқан жоқ. Оған қандай дау айтуға болатынын мен түсінбеймін. Мен маман емеспін, бірақ дау айтатын нәрсе емес ол. Енді ана көре алмасты айтып отырмын ғой мен жаңа. Ол көре алмастық адамзаттың бәрінде бар. Анау 3-ші ғасырда Сау дейтін бір атақты, Саусол дейтін атақты Қытайдың батыры мемлекет ұстаған. Сонда өзі өліп, орнына 2 ұлы қалады. Біреуі әскери адам, біреуі әдебиетші адам. Сонда ана әскери адам таққа отырады да, ана әдебиетші болған інісі енді әдебиетші болып қалады. Сөз зергері ол мықты адам. Сонда бұл енді шамамен 1500 жазылған, жаңағы проте деп отырған тілімізде тұр. Сонымен тіке аудардым. Сонда анау қысқа ғана жолдармен түсіреді. Жоудоу, рандоу, чи, доузай, фужун, чи, аржы, тоңгын, шың, сяңжа, хытайжи деп тоқтайды. Сонда ана патша айтады, сен ана есіктен кіріп менің алдыма келгенше 7 қадам жер бар. Сонда бір ауыз сөзбен, бір сөзбенен мені өзіңе қарата алсаң, басың қалады айтпысы, басың алам дейді. Сондай қаһармен шақырады ана. Сонда ана жаңағы айтып отырмын мен жырлаған сөз мынау екен. 7 адым жерді, соны 7 адым жыр деп аударды. Сабаны жағылып бұршақтың дейді. Соя ғой әзір. Қазанда дәні зарғақты дейді. Астында сабаны жанып жатыр, үстінде бұршақтың өзі зарғағып тұр. Бір тамырдан өссе де бірін-бірі зарлатты деп тоқтады. Бітті, содан кейін ана отырып қалады. Сен нағыз әдебиетші екенсің, әдебиетімен кете бер деп. Қол алысып екеуі дос болған екен. Міне бұл адам заттың қызғанышы ол қалмайды. Ана өзінің қыршымен қызғанып отыр ананы. Енді анау өнерімен танылып отыр. Міне бұндай деректер тарихта көп. Сондықтан барлығы да ертеңгі ұлтымыз үшін, қазағымыз үшін бола берсін. Біздің төккен теріміз ертең өзінің ұрпағынан өзінің жауабын табады. Мен соған ғана сенем. Болмаса бұның барлығын жинап, бұған кеткен қаржыны анау 10-20 қабат үй салып, соның ішінде жата берсем де мен ешкім кетпемеуші еді. Материалдық игілігіне пайдалана берсем болады дейсіз ғой. Болатын еді, бірақ оған мына рухани дүние мені басқадай алып келді. Бұл енді керемет, сіз енді былтыр да келдіңіз, биыл да келдіңіз, осы бар дүниенің бәрін осы жаққа кеп өзіңіздің ақшаңызбен бастырып, шығарып, елге таныстырып, жөн білетін адамдарға міне мынаны сақтап қойыңдар деп болашаққа. Тасқа басып кеткеннің өзі бір шүкіршілік қой. Кетіп қалсақ, мысалы артымызда із қалсын. Сол деңгейде жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы Бірлескен ұлттар ұйымындағы жаңағы жалғасын тауып отырған семинар ертең Қазақстанның ортасында ашылмауына кім кепіл? Мысалы 26 жылы Алла бұйыртса сол туды Қазақстанға тегуіміз мүмкін. Өйткені менің ойым Зайсандағы Берел қорғанына барып көріңіздер деген отыр. Ол жерден бірнеше алтын адам табылды, бірнеше үлкен деректер пайда болды. Жаңа айтып отырмын ғой, адамдар әлі үстіне мата кие алмай жүргенде біз
алтыннан киім тігіп киген ұлттың ұрпағымыз. Соны ескерсеңіздер, біздің ауылға да жүріңіз дегім келіп отыр. Сонда біздің Қазақстанға жаңағы бес мәдениеттен шыққан отанын көр. Отаны ғой. Отаны. Бүкіл адамзатқа біз мәдениетті бердік. Бүкіл адамзат соны пайдаланып отыр. Алтайдан шықты. Сондықтан бұл енді үміт дүниесі, үмітсіз шайтан ертең жаңағы үлкен семинарды осы қазақ даласына алып келіп ашқымыз да ғажап емес. Үлкен дүние жасап жатсыз. Бір министрліктің, мәдениет министрліктің істейтін нәрсесі енді бұның бәрі таныту мәдениетті деген өте дұрыс. Деніңіз сау болсын, бұл соңғы кітабыңыз болмасын, бұл соңғы сұхбатымыз болмасын, ары қарай жаңағы үлкен басталып жатқан шаруаға сәттілік тілеймін. Осы Қазақстанға кеп ары қарай кеңейсін, дамысын, соның барысын халыққа жариялап, халықты хабарландырып, құлақтандырып отырайық. Сізге деніңізге саулық, аманшылық, мынау қағаз кеміру үшін, қағаз тырнау үшін барлығына денсаулық керек. Сосын кейін мынау ғалым деген ешқашан қартаймайды екен. Оның ойы бәрі істеп тұрады ғой. Мынау физика қартайғанмен де адамның жазу қабілеті, ойлау қабілеті ешқашан қартаймайды. Біздің ғалымдардың бәрі 80-90-ға келіп отыр. Сол 80-ге, 90-ға келіп, өзіңіздің жырларыңыз емес, мынау бүкіл қазақтың дүниесіне, түркі дүниесіне қатысты мәдениетті, өркениетті бізге бере беріңіз. Деніңіз сау болсын аға. Рахмет, өздеріңіздер азаматтарға рахмет. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, келесі кездескенше, бүгін бізде қонақта болған Мұхтар аға, үлкен тұлға, баяғы Алаштың сарқыты десе болады. Біздің Алаштың арыстандары барлық салада жазған ғой, ғалым да болған, ақын да болған. Солардың сарқыты десе де болады. Сондықтан осы ағаның бізге келіп, уақыт бөліп келгеніне рахмет. Тамашалаңыздар, көріңіздер, келесі кездескенше аман болайық. Рахмет сіздерге. Академия арнасы.